Сәлеметсіздер ме көрермендер. Бүгін менің комедия жанрындағы ең сүйікті фильмдердің бірі Васаби фильміне шоу жасаймыз. Как это называется? Васаби. Киноның бірінші кадрларынан дискотека тап боламыз. Топырлаған адам арасында бір сары шашты қыз биді ұрып тұрып билеп жатыр. Барлығының көзі қызда. Бірақ аяқ асты бір еркек келеді деп оны жамбасына жатқызады. Әйелге қол тигізуші еркек ырза түрмен полицейлік екенін көрсетіп, нәзік жандыны полицейлік учаскеге алып келіп, бетін ашып қалады. Бұл әмел қысқаша әйел киініп алған еркек екен. Артынша оған банктен қоңырау шалып, кешке дейін қарыздарыңызды жаппасаңыз, сізді блокқа саламыз деп ескертеді. Бірақ оны ешнәрсе уайымдатпайтын тәрізді. Тіпті бастық шақырып алып, Юбер-ай, сен осы әлгі дискотекада бір нәрсені ұмытып кетпедің ба дейді. Юбер ойланып, тағы да ойланшы. Еске түсті. Тағы да дейді. Еркек байқаусызда әкімнің де баласын ұйыққа жіберіпті. Бар, әкесі командировкадан келмей тұрып, кешірім сұра деп жібереді. Жігіттің палатасына кіріп, кешірім сұрап жатыр еді. Бала деп өлердей ұрып жатыр. Байғұс еркек қайда жүрсе де жүрген жерін майып қалады. Қараңыздар. Еркекке бір сұлу әйел қоңырау шалып, кешке үйінде тамақтанайық деп ұсыныс жасап еді. Юбер мырза, уақытым жоқ деп қоя салады. Әйел, маған бұлай әлі ешкім ұсынысымды қайтармаған деп қарсақ қалады. Әлгі әйел еркекке келіп еді. Екі полицейлік бізге еш нәрсе айтпай жатыр. Өзің көрші дейді. Юбер жай киім шешеді деп аузынан тістерін сүреді. Артынша дереу қан сүртіп, темекі шегіп ал деп ақыры оны сындырады. Юбердің қолында қалам сабан көріп, кім берді дейді. Юбер, ол әйел қазір жоқ дейді. Тіс жоқ байғұс, сіз әйелдердің тілін таба алады екенсіз деп ақыры қайсы банкті тонайтындарын айтып береді. Юбер басқаларын шақырып, мекенжайға ұша жөнеледі. Бұл видеоның спонсоры 1xBet компаниясы. Үлкен коэффициенттермен жылдам тіркелу. Спорт пен киберспорттың қалаған түріне ақша төгу. Менің кинокезет промокодын сіздерге бірінші депозитке $520 алуға мүмкіндік береді. Егер сіз ставкаға қызықсаңыз, бұны біздің партнермен жүзеге асырыңыз. Бекітілген комментарийдегі сілтемеге өтіңіз. Ақылмен тігіп, жеңіске жетіңіздер. Сыртта спецназ детективтер тұр. Бір көлікпен деп келіп, іштен кейіпкерін түсе салып еді. Детективтердің бірі мынау неғып жүр деп басын шайқайды. Юбер револьверін алып, ішке кіріп, тұтқындарға барыңдар деп сыртқа жіберіп, трансвестит тонаушылармен жеке алып, міне құрбыларыңыздың шашы. Бермесеңіздер, міне осылай болады деп қорқытады. Қыз-текелер, жоға бізде қаруымыз бар ғой дегеніне, еркек міне қару деп алдын ашып қалады. Қыз-текелер, неткен дәу деп шошынып қалады. Әкел бер дейді. Еркек ысырып жібереді. Қолын алып, міне өле жерің осы деп еді. Еркек бет бермей жақындап келе жатыр. Қыз қаруды атпақшы болады. Түк шықпайды. Патрондардың барлығы еркектің қолында тұр екен. Бақ етіп ауын теуіп, әйелсімақты отырасып қояды. Басқалармен не істегенін ары қарай түсінген шығарсыздар. Өткен келесі кадрда еркек асықпай, өзімен өзі гольф ойнап жатқан көреміз. Бастық келіп, Юбер-ай, неге әлгі жігіт сізбен кездескен сайын бәр жер сына береді деп, әкім сізді жұмыстан босата тұрсын деп айтты деп өкінішін білдіріп жатқанда, мерген еркек анау жақтағы бір тонаушыны көріп, бастығы әңгімені ұрып тұрғанда, гольфпен ұрып, онда көтке отырғызады. Бастығы, Юбер әке, жасыңыз өтіп бара жатыр. Жұмысты ойлай бермей, отбасы қарауды ойласаңызшы. Не, қызың жоқ па деп уайым білдірген сол еді. Юбер, негізі болған деп бастаған сол еді. Бастығы, бұны қанша рет естігем. Ол әйел жоқ. Басқаны іздеңіз деп кеңес береді. Юбер келісіп, кешке әлгі әйелді ақыр тамақтануға шақырады. Әдем атмосферада тамақтанып, әңгіме арасында еркек өзінің әлгі жапондық әйел жайлы айтып қалып еді. Әйел көзінен қызғаныш байқаймыз. Әйел, мен саған сезім бар. Ойлануға уақыт берем деп кетіп қалады. Ертес офисіне келіп, ғашығына қарап, қой, сені ұмытайын деген сойды. Кенеттен қоңырау шалынып, тұтқаның артындағы дауыс, сіз Мико Кабаяши атты әйелді білесіз бе деп сұрайды. Еркек, сіз ше десе, ол моргта деп, жүрегін бір сәтке тоқтатып қояды. Әйеліңізді крематорияда жағып жүрмей тұрып, көріп қалғыңыз келсе, тез келіңіз деп көндіреді. Еркек әлбетте келісіп, келесі кадрда оның Жапонияға қонғандығын көреміз. Өткізу пунктінде бір еркекке кезігіп, ол оған тіреліп, нанаш, қайдан келдің деп миын аштырып жібереді. Келесі кадрда еркектің түрі сабырлы. Ал енді жапондық, міне қараңыздар.
Сол мезетте бөлмеге екі полицейлер кіреді. Юбер көз тастап біреуін танығандай болады. Ал ол болса түк танымайтындай кейіп жасап алып, Момо деп еді. Сен мені таныдың ба? Шынымен ба деп папасын көргендей жүгіріп барып асылып құшақтап алады. Басқаларына біз кезінде мемлекет қауіпсіздігінде қызмет еткен едік деп бұл да қоя қоймайды. Юбер қызметкеріңізді кішкене ренжіткен үшін кешіріңіз деп кетіп қалады. Шегіп алған сияқты түрі бар Момо. Ал не істейміз? Ғимарат жабу, кеме батыру ма деп қуанып өліп бара жатыр. Ғашығың ше, соған келдің иә дегенде, ол өліп қалды дегенде Момоның үні өше қалады. Одан соң әлгі юристке келеді. Ол Капаяши мадам қайтыс болған соң барлық дүниесін сізге қалдырып кетті деп түсіндіреді. Кезінде сол ғашығы берген қаламсаппен келісем деп қол қойып, ол тастап кеткен кейбір заттарды қарап отырып, екеуі түскен сурет артына қарап, осында барлығы басталды, осында барлығы бітеді деген жазу көріп, жүрегі жібіп қалады. Тағы не айтарыңыз бар деп сұрайды. Иә бар, ол сізге кәмелетке жеткенше қызына қарай тұрсын деп тастап кетті дейді. Түсінбедім, оның қызы бар ма? Иә, ол 19-да. Не? Сонда менің қызым бар ма? Қалайша деп аузы болқылдап қалады. Қазір сізге оны көрсетем. Кеше ғана полицейлермен төбелесіп, түрмеде отырып шығып еді деп еді. Юбер, тоқтаңыз деп сасқалақтап қалады. Менің қызым екенін қайдан білесіз дейді. Юрист, міне туыл туралы куәлік. Сондай-ақ Мико оның өмірінде сізден басқа еркекпен болмағандығын айтқан деп дәлелдеп беріп, айтпақшы, сіз оның әкесі екендігін білмейді. Өзіңіз айтасыз дейді. Жо, сенбеймін деп еді. Юрист, ДНК тексеріңіз. Бірақ айтайын, оны көрген соң күмәніңізден хайлас деп мыржияды. Жай есік тесігіне қарап қалып еді. Арғы бетінде де қыз оған қаратты. Есікті тарс етіп ашып, жапонша бір нәрсені мыржи бастайды. Не деп айтты дейді. Сіз кімсіз деп. Мен оны анасының ескі досы деп айта саламыз дейді. Юрист, Юми, тыныш тұр. Оны полицияға алып барам деп еді. Ол қаным қарайтшы осы полицейліктерін деп ұрысқақтайды. Юбердің қан қысымы бірден жоғарылап кетеді. Саке, яғни жапонша арақ алып келіп еді. Еркек бір тұтаммен оның барлығын тауысып тастайды. Анаңмен француз елшілігінде танысқанбыз дейді. Қызда, иә, мен де сондықтан французша білем деп шығады. Мен 2 күннен кейін 20-ға толамын. Тезірек кәмелетке толып, сізден құтылсам екен деп сыртқа шығып, Момоға келіп еді. Досым, не алдың? 20 минутқа қалдырып кетіп едім. Жас қыз сындырып алдың ба десе, Юбер, аузын жап, бұл менің қызым дейді. Анасымен қоштасу кезінде ғашығына қарап тұрып, күлкің анаңа ұқсайды екен деп, жеке қалғанда, неге айтпадың деп, қызымызды қолымнан келгенше бәле жаладан аулақ ұстаймын деп сөз беріп тұрып, детектив болған соң бір нәрселер байқап, оны алып тағы тексерейік деп қыздың үйіне аттануды шешеді. Қыз сол арада сөзіне, докторсыз ба? Менің мына дәу мұрнымды дұрыстап бере аласыз ба? Бізді тастап кеткен сұмырай әкемнен қалған оңбаған анамды алдап сулап зорлап кеткен болар деп, Юбердің тағы қан қысымын көтеріп жібереді. Микомен қоштасып болып, Момоға мен оның әкесі екенімді айтушы болма деп ескертеді. Момо, Микоши оның анасы екенін біле ма деп қуып, үйге медициналық куәлікті алу үшін келгенде де, Момо мынандай әрекеттер жасап, адамды ұялтырып жібереді ғой шіркін. Қыздың бөлмесіне кіріп, ән ұнатасыз ба? Иә, әрине дегенде қоя салып еді. Юбер қызының талғамы базар жоқ екен. Міне осылай өлше салған дұрыс-ау. Юми, қолыңыз бос болса, албасты әкемді табуға көмектесесіз бе? Тауып алсақ, жағын айырып алғым келеді деп сұрайды. Юбер, анаң зорлады деп кім айтты десе, Юми, мамам дейді. Еркек салық етіп, қой, өтірік айтқан ғой дейді. Бірақ қыздың көзінен жасқа толған көріп, іштей анасын жоғалтып, енді ең болмаса әкесін тапқысы келетіндігін көрсек болады. Артынша Момоға мынау медициналық куәлікті тексертіп, өзі қызбен банкке аттанады. Аз болса да қызға жәрдемдесуге жетіп қалар деп, ғашық тастап кеткен шотын қарап еді, 37 және 6-0-ді көреді. Есептеп көріңіз. Айтпақшы, бұл доллармен есептегенде. Юбердің де осы сәтте жүрегі тоқтап қала жаздап, жо, мұнда қателік шығар деп сұрайды. Жо, бәрі дұрыс. Бұл негізгі шот. Ал проценттер басқа шотта көресіз ба деп алдына тастаса, $167 миллион көреміз. Базар жоқ. Қызы чотам деп күліп қалады. Юбер, жо, бәрі дұрыс деп қанша ақша екендігін көрсеткісі келмей, 2000 франк шешіп алса, қыз қуанып мойнына жабысып алып, "Месье Юбер, сіз сондай жақсы адамсыз. Тіпті кейде әкемдей көремін" деп байғұсты ұялтырып жібереді. Қыз дереу шопингке кетіктейді. Ал сыртта олардың артынан күдікті екі еркек бақылап тұрған көреміз. Мынандай ақшам болса, құзғындардың болмауы мүмкін емес. Сауда орталығында жүріп, Юбердің детективтік интуициясы қосылады. Момоға не болды деп қоңырау шалады. Ғашығыңды біреу өлтірген-ау деген тоқтама келеді. Юбер қару-жарақтарында әзірлей бер дейді. Момо, осы сәтті күткен едім деп қуанады. Қызға кеттік жоғарға деп лифтке кіреді. Іштен бір бандитті байқайды. Қыз жүгіріп шығып кеткенде деп ұйықтатады. Біріншісі кетті.
киім өлшейтін бөлмеде тағы біреу. Проблема емес. Басты Юми көрмесе болды. Тағы. Міне. Упс, ренжіме бауырым. Ал Юми болса, мәз. Артынша дереу отельге келіп, ресепшндегі еркек, қасыңыздағы қыз кәмелетке жеткен бе деп сұрайды. Шын болса да, өтірік қылып, жө, бұл менің қызым деп айтады. Қыз ана жаққа жаңа киімдерін киюге кетсе, Момо мына жақта жаңа қаруларды көрсетуге келеді. Міне, қараңыздар. Бұл қару оларға емес, Рэмбоға керек сияқты. Юми деп пақ етіп шығып, мода көрсете бастайды. Момо сілеге ағып тұрып, қаруларды көрсете бастайды. Ал Юбердің қызын көріп, одан сайын кайфке келеді. Ішінен өзінің сүйікті қаруы револьверді таңдап, әлгі суретке қарап, осында бәрі басталды, осында бәрі бітеді. Ол не айтқысы келген екен деп ойланып қалады. Қызы ақыры сонша киім ішінен мынауын таңдап, би билеуге кеттік деп жар салады. Неше түрлі ойындар бар клубқа келеді. Қыз Юберді достарымен таныстырады. Достарымен дұрыстап та амандаса алмайды. Біреуі мынаны істейді, біресе ананы істеп, еркек те солар сияқты амандасайын деп еді. Упс, соңғысына қолын созып еді, ол өзінше көті тырсып, безірейіп тұрып алады. Барлығы биге кіріп кетеді. Әлгі жігіт биге шақырады. Бірақ су жаңа папашка бұл жолы ұтылып қалады. Соларды шопырып, әлгі бандиттер де келіп жетеді. Юбер өзінің грушаларын байқап, дереу іске кірісіп кетеді. Соларда жыртық жігіт келіп, оны тағы да бір ойынға шақырады. Ковбойлық ойында ана жігіт базар жоқ, жақсы ойнап қояды екен. Бандиттер шабуылдамақшы болғанда, Юбер мергендік дәлдікпен барлығын кезек-кезек атып құлатады. Көт тырысқақ жігіт Юбердің өтірік емес, шынайы револьверді қалай қолданғанын көріп, жағы жерге түсіп кетеді. Момо болса, пойыз өтіп кеткен соң, қане, қаруларыңды түсіріңдер деп жыртылып шығады. Қыз көргеннен сыртта құсып, кімсіңдер, дереу айт деп еңіре бастайды. Юбер білмеймін деп барынша жұбатып, Миконың қаладағы пәтеріне келеді. Ол жерді якудзалар бір нәрсе іздеп ақтарып тастаған сияқты. Бірақ Юбер Миконың қыр-сырын біліп, бір дуалдың ішінен бір күнделік тауып алады. Қызға оқытса, онда адамдар мен сандар жазылған дейді. Сол мезетте үйдегі телефонға біреу қоңырау шалады. Одан үлкен жастағы еркектің дауысы шығады. Өзін Катанава деп таныстырып, Юберді оның сүйікті ойыны гольф ойнауға шақырады. Барар жолда Момоға артымыздан еріп көз тастап тұр деп айтады. Бірақ есі алаңның машинасы жүрмей қалады. Гольф алаңына жетіп, қолындағы таяқшасын ұстап, тырыстап та ұра алмайтын бір шалға келеді. Болмаған соң, мә, ал сен ұр шал деп тұрып алып, ақша, қыз туралы бәрін жар салып айтып береді. Бәрін естіп тұрған қыздың түрі ағып кетіп, топты ұрған сәтте әкесіне келіп, ал басты, оңбаған, сені жек көрем деп жылай бастайды. Ал топ дәл тесігіне барып түседі. Юбер қызына бәрін түсіндіріп берген соң, Юми жібіп, әкесін құшақтап алады. Якудза банктегі ақша біздікі болады деп, қызын алып кетіп қалып, ал өзін өлтіріңдер деп бұйырады. Енді өлтірейін деп тұрған сәтінде, тоқтаңдар деп, екі топты алып жерге қойып, қатты ұрудың орнына ауаға лақтырып деп құлатып, басқаларын ешқандай проблемасыз қайырлы түнге жібереді. Сол мезетте деп тағы да көтмен тершіретін Момо келіп, қаруымен кеш сермейді. Кейін кафеде отырып, Момо оған суреттер көрсетеді. Сөйтсе Мико ұзақ жылдар бойы якудзаның ішінде қос агент болып жұмыс істеп, кейін олардың ұйымын іштен құлатқан екен. Неліктен оның Юбермен айырылысып, оның шотында сонша ақша қайдан пайда болғаны да түсінікті болады. Сол мезетте оларға жапондық ұлттық тағам васаби алып келіп береді. Ол удай қызыл дәріден де ащы тағамдардың бірі болса керек. Момо деп еді. Юбер түк сезбей, асап-асап, рахаттанып жеп алады. Как это называется? Васаби. Момо да, мен де көрейін деп аузына салып қалып еді. Байқысай. Бәрі сонда басталады. Бәрі де сонда бітеді деп, не айтқысы келген екен деп тұрып еді. Момо қиналып тұрып, ақыр Киото деген сөз шығарады. Қалаға келіп, хатты алып оқып, әйелі өмірімді отаныма арнап, қасымда болмағаным үшін кешір деп өкінішін білдіріп, өсиетін айтып кетеді. Юбердің жүрегі дүрсілдеп кетеді. Мына жақта якудза қызды ұстап алып банкке келеді. Қыз қарап қалса тоқтап қалады. Сөйтсе қызметкер мына жігіт екен. Шал оны танымайды, өйткені әлі көрмеген. Момо ақшаны якудзаның шотына лақтыру орнына компьютер арқылы Юбердің шотына лақтырып береді. Сол мезетте арттан Юбер келеді. Шалдың қол астындағылар қаруларын алады. Бәрі қатып қалады. Юбер есікті жауып қалып еді, іштегі қарапайым адамдар да полицейліктер болып шығады. Қызды өзіне шақырып алады. Бел дегеніне көнбеген соң, басқаларына револьвермен дәл-дәлдеп құлатады. Ал Момо өзінің істейінде. Сыртқа шыққанда киноның басындағы детектив көріп, тағы да осы ма деп таң қалады. Ана жақта Францияда Юбердің кредиторы Юбердің шотындағы ақшаны көріп,
Аэропортқа келсе, ол жақта да полицейліктер тұр екен. Юбер: "Ей, маған уайымдамай қойсаңыздар болады" деп еді. Ол: "Жоқ, біз сізді емес, сіздің айналаңыздағыларды қорғауға келдік" дейді. Момо қоштасып, оған ұнап қалған васабиін сыйға береді. Ал осыдан бірнеше күн бұрын оны өлтіргісі келіп жүрген Юми папасын қимай, "Қашан келесің?" деп сұрайды. Әкесі: "Қорықпа, осы оқу жылы бітсе қайта келемін" күт деп сөз беріп, аяғында 20 жыл бойы сақтап келген анасының қаламсабын қызына табыстайды. Ал ұшаққа кірер жолда киноның басындағы еркек оны бірден танып, "Бәр жақсы, сәт сапар" деп өткізіп жібереді. Юбер енді демалып, ұйықтайын деп жатыр еді, полицейліктер кіріп, мынаны айтады: Кому принадлежат эти чемоданы?